Сенің балаң Асылбек ше, кеше қайыттың заведениесіне, яғни біздің заведениемізге қызын апарып отырғызыпты ғой. Сорлы. Онда маған немнесіне ренжит, өзінен бар екен ғой. Ес тұрс адам сендердің заведениелеріңе жаңадан танысқан қызын апара ма? Не болды соншама? Біздің нан тауып отқан, напаға тауып отқан жеріміз ғой, жамандап. Анам, я просто біздер баратын жерде ол, біздер бүйтіп шашлык жеп, билеп қайтатын жер ғой. Ана дискотечный бір болады ғой қалада бір, сондай жерге апармай ма деп атқам. Науға айтпыз сендердің жерлерің. Бәсе. Негізі ше, обал қылдың менше Асылбекке. Өзім бір қыз тауып берем ау, өзім кіріспесем болмайды. Сөйтсей? Осы ше? Жоқпан біздің ауылда қыздар көп емес па? Вай Гүлжан, ауылда қыздар надан ғой. Жүрсем машинадан көрсем саған. Білесің ба? Білем ғой, осы ауыл білем ғой, беске білем ғой. Жүр жайым, әке сен әнде. Ойбай, қуанғанымда кете беріппін ғой. Ана жерге тасайсың, сосын көгеріп шірейді. Әлі қойсай кеттік. Жүр. Аға тұра берсінші. Жүрсем, машинадан көрсем саған. Жұмыс істеп отырсың ба, компьютермен? Мешеттақ қойған жоқпыз ба, елмен? Жоқ, күнделікті жұмысым ғой істеп жатқан. Қалайсыңдар, Гүлжан? Жақсысыңдар ма? Сен екеуің мен несін бетін едіңдер ғой байқада? Енді бұрынғы нәрсе ұмыту керек қой, Эльмира. Құдай қаласа подружка бардасамыз әлі. Жақсы араласамыз. Онда жақсы болды. Как раз ет сап қойған едім қазанға. Соны жеп кететін болдыңдар екеуің. Қош ете қойдың ба? Иә. Мә, дұрыс болды ғой. Мына Гүлжан үйіне барсақ ше, арам шайдан басқа еш нәрсе бермейді ғой. Сен ет жейтін болдық, дұрыс болды ғой. Ой, мысыға я арам. Не ғой? Эльми, қызың бар еді ғой сен? Иә, бар. Құдайға шүкір, қызым бар. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар. Барлық қажетіме жарап отқан соғызым. Шетел дейді ма, курорт дейсің ба, барлығына жібереді. Үйдің да бүкіл шаруасына, жаңағы ремонты бар ма, бәріне сол қолғабысын тигізіп, өзін үлесін қосып отыр ғой. Шақырсай көректі қызыңды. Ай, ол күйеуге тиіп кетті ғой, 1 жыл болды ғой. Күйеуге тиіп кетті ма? 1 жыл болса онда. Бақылымда. Ана, ет жеп кетсеңдер, етті кім жейді ана? Бір қазан етті. Отсай, қаға барасың, астына су шықты ма, ет жеп кетейік та. Адам жақта айтып отыр, ет сап қойдық деп. Жүрші, үйде іше саламыз. Астан үлген емеспіз ғой. Майрам, не қыласың ғой, мақыма? Пакеттен салып беріп жүрсін әзгілден. Үйді білесіңдер ғой, давай. Жайна үлген қызың бар екен ғой, бойдақ. Шығар, танысайық, көрейік. Ай, ол жарысқа кетіп қалған ғой. Қандай жарыс, шахмат па? Жоқ, күреске кеткен. Борец па? Иә. Ойбай, қадалып жүргеніміз азымыз, қайтек жүр. Жақсы, Жайна. Ай, 5 қызың да тұрмысқа шығып кетті ма? Қыздың бәрі тұрмысқа шығып кеткен ғой. Бір үстік қағанды? Ұлым бар. Ай, қыздарың қайға кеткен? Шетелге оқуға. Қай елге кетті? Өзбекстанға. Турцияға кетті. Ғарышқа кетті дейтін жер. Мектеп оқи ма қыздарың? 35-те? 35. Болмайды. 10 жас. Армияда не істеп жүр? Медсестра ма? Медсестра. Мен құтқанда, мен ауқас баратыр. Мен ұстамашы, мен Сен мен маман көрген жоқсың ба әлі? Мен мамам жақсы адам. Просто білмейді да сені. Шекелейміз, қош. Асылбек, біз бәрі бірге боламаймыз. Сен анаң не айтқан бәрін естідің мен ол үйге бара алмаймын, Асылбек. Керек емес па? Жан, мойындамас. Бақытты боламыз әлі. Қош мен, кеш. Соңында бір махаббат жеңіп шығады. Махаббаттар жеңіп шығады. Адам костюм шалбар киіп ала ма қыз алып қашқанда? Асеке, сенің тойыңда бір костюм шалбар киіп бүйтіп жарқырап жүрмегенде кімнің тойында жүрем айтшы? Мен жүрем ғой қазір. Адам пыста болса қауын киіп алады. Мынау неме осыған тапқаның? Чай! Маме алып қашқанша ешекпен алып қашқан дұрыс еді ғой. Айдаш братан тезірек. Қамыр өткізіп қойған адам көп сөйлейсің. Бейбілдатсаңдаршы, ауылға кіріп атыр. Кішкене бейбілдат, келін ап келі атыр білдіріп. Ол братан сөйтші мұн, баққан сәшті деп Шаршап кеттім мен, ойбай, өкшем езіліп кетті ғой. Неужели ауылда бір қыз қалмаған, Қатыран деп ап шықтың ғой? Білмеймін ғой төр. Сен білет деп шықтық қой далаға. Анның қарса пейбілдатып, мен Асылбегімді үйсіп келін әкесе болады ғой.
Ана біздің машина ғой? Ойбай. Біздің үйге. Ура, сүйінші, келін келді. Наконец-то келін алып келдік біз деген. Біләл, молодец, молодец. Еті тірі жігіт қой. Өшкеше болады, Асылбек. Молодец. Ей, ескертпейсің ба адамға? Сен ба келін алып келген? Тек-тек боп қоғасың ба сен? Өзіміздің үрерге етіміз, сығарға бетіміз таппай, үйдің барлығын ремонттау керек болған кезде. Ей, Гүла, Құдайға шүкір десе, осы күніңе Аллаға шүкір деп айтпайсың ба? Әйтеуір өйтпейтіп, ағайын бар, туыс бар, тойды Құдай қаласа өткіземіз. Ақшасын жинап берсең болды маған. Үйто мен емес қонақ келген. Кім? Асылбек қо? Айуан. Ей, ескертпейсің ба мен саған? Ана көкбет, қызы керек емес түсіндің ба? Соны атып келмекшісің ба маған? Нағым тағы, қызын подружкасы ма? Жоқ ой, осы ғой келіңіз. Құттығыз. Үйге берейік та жүрсің, орамадан. Құттығыз, кел. Орамал, жүр. Басқа іздейді. Ойбай, үйге кіріңдер. Кіріңдер, үйге. Жүрдер, жүр. Мен басқа бір қызды. Жүр. Шығарыңдар қызымды. Кім нақсы? Білмеймін, танымаймын. Түрі жаман суық екен бірақ, базарда белашисадан апайлар ұқсайды екен. Мен қыздың мамасымын. Құдағи, ойбай. Қызыңызға жүйчек қоққоғасы ба? Не біле? Ол сендерге мал қашып кететін. Шеттеріңнен соттатам бәріңді. Ойбай, құдағи, сіздің қызыңыз мал емес. Біздің малдар ғой, ұрлап кеткен. Айтсаңдар болады ма сол? Рұқсатсыз немеге алып қашып кетесіңдер біреудің қызын. Естіп отырсың, соттатам деп отыр. Жетсерсің кетсің соттатса. Айтам қосаған, осы Асылбекке ермеш деп. Бұл әулетке вообще жоламаш сен. Жүр, қайтайық жүр. Қорқам мен, жаман. Мама, мен бұл үйге өз аяғыммен келдім. Қалам осы жерде. Міне құдағы естіп отырсыз ғой. Қызыңыз өз аяғымен келдім, қалам деп отыр. Сот-пот жүрмейді бұл жерде. Бер кел. Қаламыз. Құдағи, жүріңізші, бір ашыңызды беріңізші, үйге кіріп, бір ыстық шайдың аясында отырып, бәрін кірсеңізші, құда. Ұстамаңызшы. Ойбай, ашуланбаңыз, құдағи, күшті. Ой, үйізің. Үйге кірдім дегенім, көнгенім емес. Жалғыз қызымның тағдыры ойыншық емес. Мәнерлеп өлеңдетіп айтады екенсіз, құдағи. Құдағи, бұл қоңыраттар елі. Қызыңыз жақсы жерге келді деп қоясың ғой, короче. Ақындар, шайдан алып отырыңыздар? Қарсаңызшы, құдағи, біз бар ғой үйде жағдайдың бәрін жасап қойғанбыз. Даже бар ғой, служанкаге дейін бар ғой. Служанка. Бізде қалада мынадай оқиға болған. Иә. Дәл осылай бір қызды алып қашып кетіп, көніп тұрған жерінен шешесі барып алып кетіп, балаға заявление жазып, 6 жылға соттатып жіберген. Біздің ауылда мынандай оқиға болды, короче. Дәл тура осындай ғой. Қыз бен бала келісіп алып қашып кетеді да, бір-бірін жақсы көрдіктер да. Сөйтеді да, шешесі қаладан келеді да, шығарыңдар қызымды дейді да. Сөйтіп қызды алып кетіп қалаға. Теңімен тезек қабымен босын деп бай жігітке қызын тұрмысқа береді. Бірақ бір-бірін жақсы көрмейді. Сөйтеді да, екеуі 1 жылдан кейін ажырасады да, қыз баласымен жалғыз басты болып, тізесін құшақты отырып, бақытсыз болып кетеді екен ғой, пожалуйста. Бас, көшем басында болған. Құдағи, 2 жастың бақыты үшін екеуміз қосылып, бір демеп жіберсек, мынандай семей болып кетеді ғой. Қалың алған шал. Қалың деген. Андай нені айтып жатсыз ба? Қойда семіз бейді, қалың. Қойлар бар қондай, есалда. Ондай қалың мал емес. Ақшаны айтып тұр, ақшаны. Қыздың артынан не қылы.
өздеріңіз қанша деп жатсыздар? 5 миллион 5 миллион. Сом ба? теңге. Соңы несі? Ойбай құдағи, 5 миллион теңгеге келінді әулетімен сатып аламыз ғой біз талда. Давай шығарыңдар қызым. Ойбай, құдағи. Болды, теңге болса теңге. Баланы бақыт үшін өзім сатсам да берем. Болды. Онда мен қызымен сөйлесіп жіберейін. Онда біз де баламызбен сөйлесіп алайық. Сен анамен тұра аласың ба? Тұра алам, жақсы көрем ғой. Ананың шешесі бір түрлі ғой? Мама, мен оның мамасымен тұрмаймын ғой. Смотри, ертең ажырасып кетіп, сосын позорымыз шығып отырмасын. Уайымдамаңыз, ажыраспаймыз. Уәде берем. Білмейм, ескерттім, айтпат деме. Ой, құдағи, жақсы болды ғой. Енді біз хабарсыз жіберейік сіздердің ауылдарыңызға. Сіздер қуғыншыларыңызды жіберіңіздер. Аяқ асты кеп қалыңыз. Дастархан міне түк жоқ. Біз де білген жоқпыз ғой не істейтін жастардың. Давайте, онда сіз де асығыс екенсіз. Сізді шығарып салып күтіп алайық. Анау 5 миллионды дайындап қойыңыздар онда. Иә, дайындаймыз ғой. Жүріңіз кет. Ал ағайын, бірге деңе жарайын. Бетін ашып, келіннің көрімдігін алайын. Сіздер өздерің білесіңдер, арамыздағы бірінші той. Сол үшін максимально көмектесіп таяқ, дұрыс қой, Ана біреуің титан жағыңдар, біреуіңді отын жағыңдар. Мен ана құдаларды күтіп билеп жүрем ғой. Максимально қызметті болайық та, короче, бір айтқанда бар емес па ше? Жігіттер, мына өшіріп алмаңдар, отындар таси беріңдерші. Я осы жүрсе көмектесін яға. Болды. Қоя бер, қазір келемін. Асеке, не болды? Айтшы. Болды да, бір сөйлей береді ғой андай. Ойбай, құйдыңдар ма, кел. Тартшы берейік, тартшы. Нағашыларға, бір сәлем кәлеке келін, шапалақтарыңыз ой бәрекелді. Жігіттер, Нүшкабай братанның Нивасын сұрап алайық. 4 машина болып жүрек кортежде. Ертең айтат, сорлы, дос балалары жоқ деп. Намыстанбайсыңдар масыңдар ондағы? Жігіттер, анаяқта ұсулдар тас жүрейші, жүріңдерші. Немене отырып аласың, көмектесші бала. Асыға, көмектес как раз баратын ғой соған. Келіңдер. Давай, алып қойық. Опырма, мас болмайсыңдар, Ой, бәрекелді, мына ағамыз 10 000 теңге салып жатыр екен. Мына аға деймді, үйдегі жеңген білем екен 10 000 теңге сабатқаныңызды. Айналайын. Мына атамызға қос сәлем ал келінжан. Ой, бәрекелді. Көп жаса, тағы бір сәлем мінекей. Айналайын келінжан, ішіңнен боқтап атқан шығарсың мені, қос сәлем салдыра береді екен деп. Болмай қалды. Ары қарай жалғастыра берейік ағайын. Алдында алып башып кеткенде біреу болмадыңда. Жігіттер, болмаса қайта берсеңдерсіңдер. Жүрші, не қайын. Қай барам, Асеке. Яман мана үстің балдар. Асеке, күте тұрса, Асеке. Асеке. Жаным, қуаныштың көз жасы ғой. Түсінем. Маған да жұғысты өзінші. Қуаныштың көз жасы емес, 5 миллион қайықтан тауып берем деп жылағым кеп тұр. Құдаларға, 3 сәлем кәлеке келіндерің, шапалақ ұрып қойсаңыздар ағайдар. Ой, бәрекелді. Қос сәлем деген не тәрпештік, туысқандар біте ма, бітпей ма? Наличка жоқ па не? Ой, Каспийге салып өзіміз Каспийге тұр ғой, 2 литр банкісімен ана жерге табақтайып жазып қойдық нөмірді. Ойнада күл, билейік, шоу шаттанып, ойнада күл, ай, ойнада күл.
шаршадым, басым сынып кетті. Не болды? Не болып, не қойған білмеймін, ағар бер, шаба беріп. Ой, зор болды ғой, беташар. Иә, адамдар өлді, 5 мыңнан тастады ғой, мен Асылбектің несібесі зор екен. Қайықтың несібелі 200 теңге тастады. Тиын болып шыққан ғой, алттан бетеп әкелді дағы 200 теңгені банкіге тағыр еткізіп. Қой, 200 теңге тастадым, міне. Өткен жыл мен оның баласына беташарына 2000 теңге бердім ғой. Қоя бер, жетіл өсіп тұрған 4 баласы бар ғой, бармай-ақ қоясың да келесі жол. Жатыстыра салам сөйтіп. Сөйтесің ғой. Ыдыстардың бәрін тарату керек еді жена кім? Ғы деген кім еді? Ғы ма? Ғалиянка. Ана баста Ғалиядан алдың ғой, байбатша. Күшті екен ыдыстары қыш, бәрі тап денеқтай қайтып не алды. Парсыз 2 ыдыс тұр, тап. Зыбы. Ай, менгі қойдың? Зыбы. Кеше алып кеткеннен қойдың? Тек па зыбы деп жазып қойырсын ба енді соны? Зүлфан Байбосынова да ат жөнмен фамилиямен жазып қойған ғой. Зы дегендер көп қалды. Көршің Зухра бар, Зүлқия бар бастағы. Шарасып кетеміз ғой. Келін шай қойш, шай ішейікші бір өзіміз отырып, бір налық қойш азында апарамыз енді. Мама Сүлпан әпшем кеткеннен кейін ба? Ой, Беләл! Қайда жүре, әкең қайда? Шақыр машинаны. Мыналар уже семьясымен, кеше ғана түскен келініңе үйретіп болғасың ба? Ойнабай, күнде шыпады. Қаяқтағы ойнап, кеше ғана түскен келініңе ешектерін суда өткеннен кейін үйретіп болғасыңдар ғой, әбден. Қандай ешек? Ой, сорлы, мақалау қандай ешек деп қойды. Қара ешек кәдімгі. Давай. Отырдай. Отпаймай. Ойнап білмей қалды ғой енді. Қойшы. Ой, мына әпшең рейчіп қалды ойбай. Әпшең күнде үйден шай ішеді ғой, бұдан кейін айтпа, ойбай құрсын жатты. Айтпа мақыл кел. Сор. Біләл. Тұршы, Біләл. Тұршы. Не болды, Асылбек? Сонша ішейма адамы немнен қоқ бөтесіңдер үстіп? Қашан іштім мен, Асылбек, айтшы. Мен қашан іштім, айтшы. Қашан іштім мен? Қашан іштім дегенде, сен ішпесің. Сен ана Ақтөспен төбелесесің ба? Не, Ақтөсіңдікі прав па не? Айтшы. Маған үріп тұр ғой, танымайтын адам құсап. Үлкенді сыйлауды білмейді. Никакое уважение. Сен басың істейме, а? Ит қол, ит. Адамсың ғой сен, адам. Ой, пырмай, Асылбек бар емес па? Осы уақытқа дейінше қаншама сөз айтып келдің маған. Еш қайсысына үндеген жоқпын ше. Мынауың сенің таза жала жапқандық бар ғой. Сенің нады будет. Арағыңды да ішкен жоқпын. Итіңмен де төбелескен жоқпын. Түсіндің ба? Тұршы бұлай. Итің деп қояды ғой маған. Берше ана шлепкіңді. Итіңмен төбелес деп қояды ғой маған. Мұңбаған. Бит шаршаймын деп ойлаған жоқпын. Сен де белің ауырып кеткен шығар, сәлем сала бер. Зор өтті бірақ. Қатының қасына барып жатсай? Ойбай, әдет тоқатты. Тоба. Түнде де сені іздедім. Кімсің сен, қайдасың, соны білмедім. Бірде барсың, бірде жоқ, сен бір елесің.